Сәлеметсіздер ме? Бейсенғали Ерсін, бірінші жыл студентімін. Және де бұл видеода біз Қазақстан мемлекеттілігінің дәстүрлері жайлы айтатын боламыз. Жалпылама Қазақстан мемлекеттілігі мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан тарихи процестердің негізі, нәтижесі. Және де бұл жолда ежелгі сақтар, ғұндар, түрік қағанаты, қарахандар, қарлұқтар, және қазақ хандығы және 20 ғасырға дейінгі тәуелсіздікке дейінгі кезеңдер бұл жолда ерекше орын алады. Және қазіргі Қазақстан Республикасының түп тамыры тереңге кетеді, ал оның мемлекеттілігі бірнеше маңызды тарихи кезеңдерден тұрады. Яғни ең бірінші кезең жайлы айта кететін болсақ, ол ежелгі дәуірдегі мемлекеттер, яғни сақтар, ғұндар, немесе үйсіндер мен қаңлылар сияқты мемлекеттер. Сақтар біздің заманымызға дейінгі 8 және 3 ғасырлар аралығында өмір сүрген жауынгер халық. Бәріміз білетіндей олар үшке бөлінеді, яғни Тирахауда, Парадарая және Хаумаварга. Хаумаварга дегеніміз ол сусын өндірушілер, Тирахауда деген шошақ бөріктер, және Парадарая дегеніміз теңіздің ар жағындағы сақтар деп үшке бөлінеді. Олар ең басынан көшпелі өркениеттің дамуына ерекше үлес қосты, және де сақтардың тарихынан біз жауынгерлікті байқаймыз, патриотшылдықты байқаймыз шырақтың аңызынан. Яғни ең бір айтып кететін жағдай бұл сақтардың жауынгерлігі және батылдығы. Яғни Томирис пен Кирдің, мысалға сақтар мен парсылардың соғысын алатын болсақ, қан төгілгенше соғысып, Томирис ханшайымның Кирді жеңуі сақтардың еркін рухын көрсетеді. Келесі айта кететін бұл ғұндар. Ғұндар біздің заманымызға дейін 3 ғасырда қалыптасып, кейіннен Европаға жорықтар жасап, Рим империясына үлкен ықпал еткен тағы да бір тарихтағы көшпелі халық. Бұл халықтар қазақ хандығындағы көшпелі өркениеттің ең алғаш бастамасы десек болады. Олардың ғұндардың көсемі Аттила батыс Еуропада аты аңызға айналған тұлға болды. Келесі айта кететін ол үйсіндер мен қаңлылар. Олар Жетісу мен Сырдария маңында өмір сүрген тайпалар. Олар Қытай, Парсы немесе тағы да басқа мемлекеттермен дипломатиялық байланыс орнатып, өз билігін нығайтқан. Яғни дипломатиялық, экономикалық тұрғыда өте бір мықты мемлекеттер болды десек болады. Жалпылама бұл тайпалар мен мемлекеттер Қазақстан аумағында өмір сүрген ең алғашқы тайпалық одақтар десек болады. Және де келесі кезең Қазақстан тарихының өрлеуіндегі келесі кезең бұл түрік қағанаты және орта ғасырлық мемлекеттер. Түрік қағанаты 552 жылы құрылған, және түркі тілдес халықтардың ортақ ата-бабалары, және олар алғаш рет түрік атауын мемлекеттік дәрежеге көтерген. Олар ең алғаш Бумын қағанның кезінде нығайды, яғни Бумын қағанның кезінде нығайып, өзінің шарықтау шегіне жетті. Түрік қағанаты кейіннен батыс және шығыс болып екіге бөлінді. Батыс түрік қағанатының орталығы қазіргі Жетісу аймағында орналасқан. Орта ғасырларда Қазақстан аумағында тағы да Қарахан, Қыпшақ, Алтын Орда және Моғолстан секілді ірі мемлекеттік құрылымдар болды. Қарахан мемлекеті жайлы айта кететін болсақ, бұл ең алғашқы Қазақстан жеріндегі ислам дінінің таралуына ерекше үлес қосқан мемлекеттердің бірі. Яғни ислам
дінінің ең алғаш мемлекеттік дін ретінде қалыптасуы осы Қарахан мемлекетінің дәуірінде болды. Келесі ол Қыпшақ хандығы ол біздің заманымыздағы 11-13 ғасырлар аралығында өмір сүрген, Еуразия даласының үлкен аумағын жаулап алған әскери держава десек болады. Алтын Орда ол 13-15 ғасырлар аралығында өмір сүрген Шыңғыс ханның мұрагерлері құрған алып империя. Ол кейіннен қазақ хандығының негізін қалаған. Бұл дәуір қазақ халқының этникалық қалыптасуына әсер етті. Келесі айта кететін ол Қазақ хандығы. Қазақ хандығы 1465 жылы Керей және Жәнібек сұлтандардың құрған алып империясы. Ол ең алғаш Әбілқайыр хандығының әлсіреуінен және ішкі қақтығыстарының кесірінен Керей Жәнібек сұлтандар өзінің жақтастарын жинап Шу мен Талас өзендерінің бойынан Қозыбасы атты жерден өз мемлекеттерін құрады. Олар Әбілқайыр ханнан қашып Моғолстанға, Есенбұғаға барып біргеді. Есенбұғамен және Қозыбасы деген жерден өз мемлекеттерін қалыптастырады. Ол қазақ хандығының басты мақсаты ол көшпелі тайпаларды біріктіріп, дербес мемлекетті қалыптастыру болды. Және де білуімше ең алғашында қазақ хандары Сырдария бойындағы қалалар үшін өте ұзақ шайқастар жүргізеді. Қазақ хандарының ішінде ең бір ірі рөл атқарған хандар ол Қасым хан, Тәуке хан және Есім десек болады. Себебі бұл хандардың тұсында қазақ хандығының ішіндегі тұрақтылық пайда болып, алғашқы заңдар жинағы пайда болып, яғни Қасым ханның тұсында Қасым ханның қасқа жолы, Тәуке ханның тұсында жеті жарғы, Есім ханның тұсында Есім хан ескі жолы сияқты заңдар жинағы пайда болып, олар қоғамның құқықтық негіздерін қалыптастырды және де мемлекеттің ішіндегі қақтығыстарды азайтып, әрбір тұлғаның өз құқықтарын қорғай алуға негіз болды. Келесі айта кететініміз ол Ресей империясының отарлау саясаты, реформалары. Ол ең алғаш 18-19 ғасырлар аралығында орын алды. Осы отарлау саясаты. Ең алғаш 1731 жылы кіші жүздің ханы Әбілқайыр Ресей билігін мойындады. Алайда Абылай хан сияқты орта жүздің хандары қарсы болды. Абылай хан 1771-1781 жылдар аралығында билік етті. Және де дипломатиялық тұрғыда ол өте мықты билеуші болды. Яғни Қытай, Ресей сияқты алып империялармен дипломатиялық келісім шарттар жүргізді. Алайда 18 ғасырдың соңы, 19 ғасырдың басында Ресей империясы қазақ жерін біртіндеп өз құрамына енгізіп, 1868 жылғы соңғы реформадан кейін қазақ даласы толықтай Ресей билігіне өтті. Осы кезең қазақ хандығының тарихында өте ауыр із қалдырды және де болашақтағы тарихты өзгертті десек болады. Келесі айта кететініміз ол кеңес дәуірі, яғни КСРО-ның құрылуы, және Қазақ КСР, Қазақ АКСР-ның құрылуы. 1917 жылы Ресейде революция болады. Сол революцияның нәтижесінде қазақ жерінде Алашорда үкіметі құрылады.
алаш қайраткерлері қазақ тәуелсіздігін сақтауға тырысады. Алайда 1922 жылы кеңес билігі, яғни КСРО құрылғаннан кейін бұл қозғалыс жойылады. Оның бастаушылары Әлихан Бөкейхан сияқты ұлы қайраткерлер болады. 1920 жылы Қазақстан автономиялы республикасы пайда болады, яғни Қазақ АКСР. Одан кейін 1922 жылы КСРО пайда болғаннан кейін 1936 жылы Қазақстан одақтық республика ретінде танылып, Қазақ кеңестік социалистік республикасы болып жарияланады, яғни Қазақ КСР. Кеңес билігі тұсында Қазақстан индустрияландыру, ұжымдастыру және саяси репрессиялар қазақ жерінде орын алады. 1932-33 жылдары ашаршылық кезінде миллиондаған қазақ қырылып, көпшілігі шетелге көшіп кетеді. Яғни айтатын болсақ, кеңес билігі Қазақстанға кері әсерін тигізеді, яғни көптеген реформалар болады, ұжымдастыру, индустрияландыру барлығы қазақ халқына өте ауыр соққы болады. Одан кейін 1941-1945 жылдар аралығында Қазақстан ұлы отан соғысына өз үлесін қосады. Соғыстан кейінгі жылдары елде тың игеру басталып, қазақтардың демографиялық жағдайы өседі. Одан кейін ең соңғы тәуелсіздікке дейінгі орын алған ең ірі қозғалыстардың бірі ол 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі. Бұл көтерілісте қазақ жастары тәуелсіздікті талап етіп орталыққа көтеріліске шығады. Және бұл көріністе біз жастардың тәуелсіздікке ұмтылысын көрсеткен алғашқы қадам ретінде білеміз. Одан кейін 1991 жылдан бастап 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялайды. Нұрсұлтан Назарбаев елдің алғашқы президенті болып сайланады. Ол Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін әртүрлі экономикалық реформалар жүзеге асады. Астананы Алматыдан Нұрсұлтанға, яғни қазіргі Астанаға көшіреді. Халықаралық аренада өзін бейбіт сүйгіш мемлекет ретінде танытады. Жалпылама айта кететін болсақ, тәуелсіз Қазақстан халықаралық аренада өз орнын тауып, ұлттық бірегейлікті нығайтуға арналған реформалар жүргізеді. Бүгінгі таңда Қазақстан дамушы ел болып танылады. Халықаралық деңгейде әртүрлі мемлекеттермен дипломатиялық келісім жүргізіп, өте маңызды рөл атқаратын мемлекеттердің бірі болып табылады. Жалпы қорытындылай келсек, Қазақстан мемлекеттілігі ежелден басталған ұзақ әрі күрделі процестердің бірі. Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін тарихи сабақтастықтың қазақ халқының тәуелсіздікке деген ұмтылысы мен патриоттық сезімдерін сабақтас бейнелейді. Патриоттық сезімдерін айқын бейнелейді, кешірім сұраймын. Бүгінгі Қазақстан ата-бабаларымыздың мемлекеттілік
дәстүрін жалғастырушы тәуелсіз ел болып саналады. Қазақстан мемлекеттілігінің тарихын зерттеп, оған өз үлесін қосу, өзінің ізін тарихта қалдыру ол әрқайсымыздың парызымыз деп сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.